Бүгін мұнда шырақтар тұр алаулап, қимастықпен кетіпті құлан аулап, жатыр сұлық боздала, байтақ дала, көкірегінде көксіңбіл бұлақ аунап, ұмыт далам меңіреу тыныш кенді, сан саладан сен іздеп туыс келді, дүбірлетер төсінде әлі талай, ұрпақ аңыз қылғандай ұлыс терді. Тағдырыңды ойлаумен түн қатамын, адамзат дей ақын жырлатамын, құдіретімен тұр өсіп шынар қала, ортасынан қақ жарып құм жотаның. Арман қылған бабалар күрсініп мұң, дала төсі бағындай гүл шығыптың, шамшырақтар қаласы өзен бүгін, тынысындай тынбайтын тіршіліктің. 2 қыркүйек күні қаламызда өзен мұнайының тасымалдануының 35 жылдық құрметіне арналған үлкен салтанат болды. Өзеннің атағын аспандатып, даңқын көк көрлеткен айшықты мерекеге Қазақ ұлттық мұнай компаниясының президенті Нұрлан Балғымбаев, вице-премьер Даниал Ахметов, сондай-ақ Астана, Алматы, Атырау қаласынан кезінде өзен кен орнын игеруге үлкен үлес қосқан байырғы мұнайшы ағаларымыз, қарт ақсақалдарымыз келді. Мереке басталмас бұрын сағат 2-де Арман мейманханасында құрметті қонақтарға сый қонақасы берілді. 700-ге жуық мұнайшылар бас қосқан ақ дастархан үстінде өзен кен орнының тарихынан мазмұнды әңгімелер айтылды. Өлкемізге, Қазақстан халқына есімі кеңінен таныс байырғы мұнайшылар Саламат Мұқашев, Нәсіпқали Марабаев, Халел Өзбекқали мұнайшылар салтанатына шынайы тілегін айтып, игілікті істі ұйымдастырып отырған Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының азаматтарына үлкен ризашылығын білдірді. Бір сәт мерекелік дастархан үстінде Маңғыстаудың төл перзенттерінің шығармалары шашу болып шашылды. Сондай-ақ мереке үстінде Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының жетекшісі Сағым Құрымқұлов мырза әріптестеріне арнайы құттықтау тілегін арнаса, Ақтау политехникалық университетінің ректоры Есберген Божан құрметті қонақтардың иығына ата-баба салтымен шапан жапты. Мұнайшылар мерейіне арналған Ақ-дастархан соңынан қаламыздың ардақты азаматы Өтежан Ақсақал бата қайыру рәсімін жасады. Мерекелік қонақ астан соң сыйлы қонақтар бастаған мұнайшылар легі орталық стадионға бет алды. Осы жерде жергілікті уақыт 17 сағатта өзен мұнай тасымалының 35 жылдығына арналған үлкен салтанаттың сахнасы ашылды. Салтанатты әуен ойналған соң қала әкімі Жалғас Бабақанов мұнайшылар қауымына мерекелік сәлемін жолдады. Өзен кеңге қызылтай тұлғалары, мұнай өндірудегі байырғы мұнайшылар, қадірлі қонақтар, ел ағалар мен мемлекет қайраткерлері, арал суын игеруші байталман мұнайшылар, денсаулық
сақтау қызметкерлерімен оқуға саласы. Сонымен қатар еліміздің рухани байлығы, мәдениет қызметкерлері. Сіздерді Жаңаөзен мұнайының игеріп алғашқы жер өрісін қатты пайдалануға берілгенмен 35 жыл, алғашқы газ фазасына 40 жыл, еліміздің ататайына 5 жыл, бүкіл мұсылман қауым сыйына бір мекенде 250 жыл мерейтойларымен құттықтаймын. Елге тыныштық, елімізге саулық, еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Мерекелеріңіз жалғаса берсін. Шаң туырған мына түрде алғашқы Қызылтай жерінде басталған мұнайдың өзен әлемге мұнаймен мәшһүр болды. Сол мұнайды игеруге алғашқы атсалысқан керек болса өмірін қиғаннан байталман мұнайшылардың еңбегіне биыл 40 жыл. Қиялдағына болатын қиялдың ішінде жеке газ фазасын басталған Жаңаөзен кен орны. Алғашқы адамды трактор сүйреткен шанамен, түйежеккен арбамен, жаяу жалғыздықтан игерген байтақ қолда бардың шын есебін алып, шын қадірін біліп, жоқтың бар болуына, алтын көп болуына, көптің өзімізге де, өзгелерге де кеңінен танымал, маңғыстау байлығын игеруге сол уақыттағы мұнайшылар Өтеп Балғынбаев, Төреғали Қадыров, Ғазиз Абдырзақов, Көлемакин, Жалғасбаев, Өтесинов, Мырзағалиев, Қарабаев, Бекбосынов, Шарабаев, Қайырлиев, Есмурзинов, Дәуітов, Тоғжанов тағылар десе, алдымен Сафи Өтебаев, Халид Мөжеталиев, Хасан Тажиев, Николай Петров, Садық Тарсқалиев, Ләззат Клинов, Расул Жанғазиев, Сезат Балмұхамбетов сияқты азаматтардың сіңірген еңбегін атап айтқан жөн. Еңбегіңіз еселей түскен қадірлі азаматтар. Жаңаөзенде болып жатқан мұнамасыз тойға еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев зор қуанышпен жеделхат жолдаған. Өкім беруге рұқсат етіңіздер. Жеделхат жоғары үкіметтік Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы әкім Бабақановқа. Құрметті жаңаөзендіктер, қадірлі мұнайшылар, сіздердің өзен мұнайдың алғашқы жылдарының өндіруге жөнелтілгенде 35 жыл толуымен және кәсіптік мерекелеріңіз мұнайшылар күнімен құттықтаймын. Маңғыстау түбегінің ең байлығы мұнайды жергілікті жұртшылықтан байланып келеді. Абайды оны мемлекеттік деңгейде өнеркәсіп игерудің қолға алынғаны даярлағаны. Өзен кен орнының реңді ашылғанына қырғыздан аса уақыт өтіп отыр. Осы жылдардың ішінде мұнайшылар Маңғыстау маңынан ел игілігі жарату жолында қашып еңбек етіп келеді. Осы қазынаны игеру кәсіпке қарай Жаңаөзен қаласы бой көтеріп, ен далада қолданған мұнайларды тұрғын үйлер түрлі мақсатта еңселі ғимараттар құрылды. Қазақстанның басты стратегиялық байлығы мұнай мен газ өнеркәсібін өркендетудегі жаңаөзендіктердің ерен еңбегі еліміздің әлеуметтік экономикалық өркендеуіне, оның әлемнің дамыған елдерінің қатарынан лайықты орын алуына айтарлықтай үлесі болып қосылып отыр. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Отбасыларыңызға бақыт, береке бірлігі ұяласын. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Мұнайшылардың мерейлі салтанатын Өзен Мұнайгаз ашық акционерлік қоғамының президенті Мұрат Құрбанбаев мырза құттықтау тілегімен ашты. Алдымен сіздерді Өзен кен орнынан өндірілген мұнайдың алғашқы эшелоны жөнелтілген күніге 35 жыл толуымен және мұнайшылардың кәсіби мерекесімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Біздің төл мерекеміз халқымыздың қадірлі қамқоры әулиесі аты символ мұсылманға қадірлі Бекет атаның 250 жылдық мерейтойымен қатар келіп отыр. Баршаңызға алда күн жаралған атаның осы ұлы мерекесімен құттықтаймын қадірлі қауым. Бір ғасырда Қазақстан мұнайының тамаша тарихы кең. Қарағашөңгіл жерден басталса 1934 жылы геолог Алексеевич Маңғыстауда геологиялық картасын құрастырды және осы өлкенің мұнайдың перспективасының жоғарылығымен бағалады. Ол экспедиция құрамында қазақтың тұңғыш геологтарының бірі Мұхтар Әбілов Мұхамбетов болды. 1960 жылы қорғау шебері Ғазиз Абдырзақов қорғаған К-18 базасынан
өзен алаңында Маңғыстау жерінде тұңғыш рет табиғи газ анықталады. 1961 жылы 15 шілдесінде қорғау шебері Михаил Гулевакиннің бірінші квартасынан тұңғыш рет мұнай балқаны алған болатын. 1963 жылдың күзінде Маңғыстау мұнай бірлестігі құрылды. 1964 жылдың шілдесінде 15 шілденің 15-інде өзен кен орнын тікелей игеру мақсатында өзен мұнай өндіру басқармасы ұйымдастырылып, оның басшылығын тізгінін белгілі мұнайшы ұрпағы Рахмет Петрикеев болды. Өзен кен орнының тез игерілуі, құрылыс жұмыстарының қарқынмен жүргізілуіне 1964 жылдың жазында Ақтау темір жолы іске қосылып, көп әсерін тигізді. Осы жол өзенге дейін ұзартылды, содан кейін арада бір өткенде, яғни 1960 жылдың 10 шілдесінде өзеннен өндірілген алғашқы эшелон Атырау мұнай өңдеу заводына жөнелтілді. Бұл өзен мұнайының кіндігін кескен күн болып тарихта қалды. Осы күннен бастап күн сайын жүздеген теміржол вагондары өзен мұнай үлкен жердің әкетіп жатты. Әйтсе де мұнай өнімінің осы арқылы басқа қатынастардың ұзартуға талап етті. 1930 жылдың күзінде Ақтау теңіз портының мұнай тиеуге дейіндегі өзен мұнай алғаш танкерлерге құйылып, Каспийден Волга өзен арқылы Волгаға ағытылды. Сөйтіп өзен мұнай өзенінің аймағы тарағына айналды. Әлемде теңдесі жоқ 711 шақырымдық өзен алаңы Рысқұлов құбырының құрылысы 1967 жылы бастап 1969 жылдың наурыз айында аяқталды. Осы кезеңнен бастап өзен мұнайы Оралдың қаланы заводына тарап жөнелтілді. Бұрынғы өзен мұнай өңдеу басқармасы қазіргі өзен мұнай ғасырының ашық акционерлік 35 жылдық тарихына арқылы кейбір кезеңдер болды. Ұжымның ең айтулы 1960-70 жылдары арасында облыстарда басқарған мәселе ол жердегі одақтың ұзын мұнай ие болды. 7 жылдық қорытындысы бойынша еңбек орденімен марапатталды. Бөлектегі мамандар мемлекет ордендерімен медальдарға ие болды. 1970 жылдар басында жергілікті газды пайдалану мақсатында жаңаөзенде қазақ газын өндіріп заводының құрылысы басталып, 1980 жылы заводтың бірінші жеке-меншікке қосылды. Кен орнының 35-шісінде бірнеше рет мұнай өнімі көрмемендегі қайта көтеріліп кезеңдері болды. 1975 жылы кен орнында игеруші мамандардың ерен еңбегінің және де білікті мамандардың еңбекпен өндірістің арқасында өзен кен орнының 16 миллион доллар мұнай өндірді. Бұл қазақтың мұнай өндірісінде тарихында бұрын болмаған көрсеткіш болды. 1994 жылы 24-ші қыркүйекте мұнай газ министрлігі көбелдегі министр Албанбаев тұрған өтінішінің шешімі бойынша Маңғыстау мұнай-газға тарап жатқан бөлімшелердің негізінде өзен мұнай-газ ашық акционерлік қоғамының жергілікті мамандарымен құрылды. Бұл 1999 жылы ол жүрген мұнай көлемін тоқтатуға және де 1999 жылы 3 миллион 210 мұнай өндіруге қол жеткізді. Ал 2010 жылы 3 миллион 510 алуға жоспарланып отыр. Және де келесі жылдарда 4 және 5 миллион мұнай өндіру жоспарлануда. Бұл бүкіл қоғам мүшелерінің қажырлы еңбегімен бірге алдыңғы аға буындардың тапсырған үлкен еңбекшілері болады. Бұл ағаларға армандар, елдерің құлау болсын, әр уақытта біздің алдымызда үздіктігімізге айтқым келеді. Айналайын ағайын бүкіл өзен қаласында ұлан ғасыр бұл бой. Бұл бойға бүкіл Қазақстан мұнайшылары қатынасып отыр. Бұл көрсетілген сипаттарына біз өзен мұнайшылары, өзен халқына алғысымызды айтамыз. Мереке болсын. Емізді жылдарымыз көре берселеріне ағайын. Катагориялық ұлттық компаниясының буын көтеру құрметі мұнайшылар өкілі груз жауапкершілігі жеткізілуі серіктестігінің
Онларды күрделі жөндеу бригадасының шебері Ермырза Ершуағұлы Қадырбек мырзаға беріледі. Салтанатты рәсімнен соң өзен кенорындағы алғашқы мұнай эшелонының жөнелтілгеніне 35 жыл толу мерекесінің құрметіне алғаш рет өткізгелі отырған бокс спорт өнерінің бірінші халықаралық турнирі басталды. Үлкен сайыстың бас төрешісі болып Өзенмұнайгаз ашық акционерлік қоғамының вице-президенті Сабырғали Есбосынов бекітілді. Сонымен бокс өнерінің бәсекесіне алғашқы түскен Жаңаөзендік Оразбаев Ержан мен қарағандылық Қисметов Дмитрий болды. Сонымен Қазақстанның Алматы, Қарағанды, Жезқазған, Атырау, Ақтау, Жаңаөзен тәрізді 6 қаласынан бокс өнерінің бәсекесіне түскен 8 жұп спорт тарапкерлерінің өнері таразыға салынып, әділ бағасын алды. Әлем спортының мектебінен өткен Борис Семенович, Асқар Ғазизов, Болат Теміров, Бейбіт Ешанов бастаған Әділқазар алқасы бірінші халықаралық турнирде ең мықты деп танылған. Ақтаулық боксшы 71 салмақ дәрежесіндегі 20 жасар Ақтау университетінің студенті, спорт шебері Маратжан Акимбаевқа бәйгенің бас жүлдесіне тігілген Волга 31 темір тұлпарын мінгізді. Весе 60 килограмм. Первое место. И звание победителя международного турнира, посвященного Дню нефтяников, завоевал Серик Закиев Октау. Ему получается диплом первой степени и ценный подарок цветной телевизор. Второе место завоевал представитель города Октау Тимур Суикенов. Ему также вручается диплом второй степени и ценный подарок. В весе 60 килограмм. Первое место и звание победителя международного турнира завоевал Абдулбек Каналиев от Тюмени. Ему вручается диплом первой степени и ценный подарок цветной телевизор. 67 килограмм. Первое место и звание победителя международного турнира завоевал представитель города Октава Руслан Андакулов. Ему вручается диплом первой степени и ценный подарок. Второе место завоевал представитель города Алматы Серик Касенов. Ему вручается диплом второй степени и ценный подарок. Міне құрметті
қазір ғана өздеріңіз көріп тамашалап отырғандай, осы қаламызда өтіп жатқан бірінші халықаралық бокстен турнир өтті. Осы турнирге бас жеңімпаз болып ақтаулық боксшы Акимбаев Марат бас жүлдеге ие болды. Біз қазір осы Маратты және оның жаттықтырушысы Александр Мырзаны үлкен жеңісімен құттықтап, бір ауыз лебізін тыңдасақ деген ойдамыз. Маратжан Акимбаев занимается боксом уже 6 лет. Он с 80-го года рождения, мастер спорта. Сейчас он является членом сборной Республики Казахстан в резерве. Ну, я надеюсь, что со временем он войдет в основной состав и достойно будет представлять нашу республику, нашу страну на зарубежных рингах. Марат пришел ко мне не случайно. Дело в том, что его отец занимался у меня, Малик Акимбаев, еще 2 или 3 дяди занимались у меня. Поэтому, естественно, Маратик тоже пришел заниматься боксом. Это очень интересный, талантливый и, как сказать, порядочный парень. Все. Но я, конечно, хотел бы выразить большую благодарность узенцам за такую классную организацию, за такие подарки, за такие призы. И поблагодарить руководство Казахойл, наше областное руководство, ваше городское руководство за организацию такого большого мероприятия, за хорошую организацию. Все у меня. Өзен айының 35 жылдық құрметіне арналған үлкен салтанатта бүгін қаламызда бірінші халықаралық бокстен турнир өтті. Осы турнирде біздің өзеннің абыройын көтеріп, үлкен мақтанышымызға айналған Жеңіс Жарылғасұлы жетекшілік ететін 4 азамат жігітіміз үлкен жүлдеге ие болды. Қазір біз жігіттеріміздің мерекесіне үлкен қуанышпен ортақтасып отырып, өздерінің алдынан жылы лебізін тыңдасақ дейміз. Рахмет. Бүгін мереке осы қаламыздың стадионында, осы мұнайшылар мерекесіне және осы өзен мұнайының жаңағы ең бірінші рет жаңағы Атырау жаңағы зауытына жөнелткеніне 35 жыл болғалы осы өткізіп жатқан мерекеге арналған осы бокс жарысы аяқталып отыр. Бұл жарыста осы біздің Жаңаөзеннің намысын қорғаған 10 жігіттің ішінде 4-еуі бірінші орынға ие болып, 1-еуі екінші орынға ие болды. Жалпы енді бұл бірінші халықаралық жарыс. Бұл жарыстарға көптеген жаңағы қала еліміздің жақсы мамандары, жақсы боксшылары қатысып отыр. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді не дейді? Өздеріңіз көріп отырсыздар. Жаңағы көшелі түзеледі деп деген сияқты біздер енді осы бет алыстан енді ары қарай жақсы жолға түсеміз деп ойлаймыз. Бізге көптеген көмектер көрсетіп жатқан осы өзен мұнай-газ ашық акционерлік қоғамының басшылығы, қала әкімшіліктеріне, халқымызға көп рахмет айтамыз. Бізден енді ертең келесі олимпиадаларда жақсы спортшылар шығады деп ойлаймыз. Бүгін көріп отырсыздар, мінекей жастар арасында 54 кг салмақ дәрежесінде Ержан Оразбаев, қарағандылық спорт шебері Хисмет тұтса, кеше жартылай финалда шымкенттік спорт шебері Дәулетбаев тұтты. Сөйтіп жарыс жеңімпазы атанды. Бүгінгі таңертеңгі жаңағы жарыста ересектер арасында 54 кг салмақ дәрежесінде Жеңіс Тәжиев жеңіске жетті, шымкенттік боксшыны ұтып. Одан кейін кеше жасөспірімдер арасында 48 кг салмақта нөмірі 7-ші орта мектептің 11-ші класс оқушысы Қайрат Ержанов бірінші орынға жетті. 3 кездесу өткізіп, үшеуінде жақсы жеңіп жарыс жеңімпазы болды. Сосын осы соңғы кездері осы қаламыздың намысын жаңағы қорғап, көзге түсіп, көрініп, болашағынан мол үміт күттіріп жүрген ауыр салмақтағы Жеңіс Таумұрынов нөмірі 10-ші орта мектептің 11-ші класс оқушысы, ол да жақсы шымкенттік боксшыны ұтып жеңіске жетті. Осындай жаңағы жеңістерге жетіп жатырмыз. Мен ризамын балдарыма, қолдап отқан, бізге көмек көрсетіп отқан өзен мұнай-газ ашық акционерлік қоғамының басшыларына, қала әкімшіліктеріне, бізге ірелік алып беріп, мынандай жарысқа көмек көрсеткенде көп рахмет. Енді солардың сенімдерін ақтап, халықтың ақтауға тырысамыз деп ойлаймын, ақтаймыз. Енді мына жалғас осыдан келесі жылдар бастап өзінің жалғасын таба береді деп сенемін.
Рахмет, талаптарыңызға нұр жауап етсін. Ал екінші кезектегі спорт өнері түйе палуандар сайысына белдесуге шыққан 3 жүк палуан көк кілем үстінде қазақи ұлттық спорттық өнеріміздің сан қилы тәсілдерін қолданып қарсыластарымен күресіп бақты. Сайыс нәтижесінде бәйге басына тігілген темір тұлпар 140 салмақ дәрежесіндегі ақтөбелік бауырымыз Жарбол Байғожиннің несібесіне бұйырды.
Мерекеге сән берген Қазақи түйе палуандары сайысының екінші жүлдесіне ие болған жаңаөзендік жерлесіміз Гасанбековке телевизор магнитофонымен, ал үшінші жүлдеге ие болған ақтаулық Жұмабаевқа телевизор сыйға тартылды. Маңғыстау нараларың шаншылса аспан нұрып, тайталаса алмай қалады асқар бұғып, жанартаулардай лапылдап отталауларың жанары жасық, жандарды жас қандырып, болады екен ау жалынды таңдарда мұндай, жарқырайды екен түндерде шамдар жағылмай, қара жерден теңіз болып тасқындайды екен менің жолдастарымның армандарындай деп Фариза ақын жүрегі жырлаған айшықты өлең жолдары облыс әкімі Ләззат Қиыновтың ақ тілегімен үндесіп жатты. Қымбатты мұнайшылар деп бастады жүрек жарды құттықтауын Ләззат Кетебайұлы. Маңғыстаудың төсінде іргелес қоныс тепкен екі қала Ақтау мен Өзеннің мұнайшылар мерекесі, Маңғыстау мерекесі. Ал Маңғыстаудың қуанышы, Маңғыстаудың абыройы бәрімізге ортақ. Сондықтан мерейлі мереке өлке мұнайшыларының қуанышы құтты болсын деді әкім. Өзен мұнайшыларының мерейін тасытып, даңқын көп көрсеткен салтанат үстінде Қазақ ұлттық мұнай компаниясының президенті Нұрлан Балғынбаев мырза Өзен кен орнынан 16 миллион тонна қара алтын өндіріліп, есімі бүкіл одаққа әйгілі болған кезеңде ерен еңбегімен танылған екі азамат Халел Өзбекқалиев пен Саламат Мұқашевты Қазақстан Республикасының құрмет орденімен марапаттады. Өзен мұнай кәсіпшілігіне орден бергенін, Ауыспанда қызыл ту тапсырғанын, көптеген өзен мұнай кәсіпшілігінің қызметкерлеріне олардың қоймауына орден таққан. Ендігі күнде бүгін сіздердің алдарында өзімнің орнын алып тұрғанына өте қатты қуаныштымын. Осы марапатқа ұсынғаны үшін және осы үлкен мұнайшылар қауымының арасында тапсырғаны үшін Қазақстан мұнай компаниясының президенті Нұрлан Балғынбаевқа көп рахметімді айтуға рұқсат етіңіздер. Құрметті халық, елу жыл мұнайда еңбек етіп, кезінде түрінші атаққа да ие болды. Орденге де ие болды. Бірақ бүгінгі мына өзінің қасиеттілігі сол, Қазақстанның егемендігін алғалы бірінші орын. Как мұнайшы ретінде, как геолог ретінде алып тұрады. Başka айтқан, бұл өрдіңді алдыңызға себептер болған бірінші Нұрлан Балғынбаев осы еңбектің басында келген еңбекті де есептеп ұсынғаны үшін рахмет айтамыз. Сол сөзді қарсылап еңбегімізді бағалаған үшін Нұрсұлтан Әбішевичке алғысымызды айтамыз. Елдегі зәйеттесетін достасында адам емес, кездесіялы отырған кісі бекіміз. Кездесес, амандық olsun дейміз. Бақытты болыңдар, достарыңыз жемісті болсын. Біздің түсінетіміз Қазақстанның мұнайы әлі жетеді. Соған ие болыңдар. Қазақ ұлттық
ұлттық мұнай-газ компаниясы бойынша марапатталатын азаматтардың тізімі. Жеңімпаздарда Қазтамой ұлттық мұнай-газ компаниясының президенті Нұрлан Бөлекұлы акционерлік қоғамы, Промнефть мұнай-газ өндіру басқармасы. Biz Қазтамойдың арасында мамандық шеберлері болмаса ондай олды маманның арасында жауапкерлері бар, операторлары бар, материалдық капиталдары бар, олардың бірінші алғандарына грамотамен көлік беріп жатыр. Қазтамой ұйымы ашық акционерлік қоғамы Күлсары мұнай-газ өндіру басқармасы. Ашық акционерлік қоғамы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ұйғылау жөніндегі үздікшілер Бетеңгөл серік Жайықұлы. Қазтамой бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мұнай және газ өндіру жөніндегі үздік оператор Досалиев Амангелді. Өтен мұнай-газ ашық акционерлік қоғамы номер 2 мұнай-газ өндіру басқармасы. Олғыларды жерасты жөніндегі үздік оператор Хаметов Жексенбай Халибуллаұлы. Өтен мұнай-газ ашық акционерлік қоғамы өндіру басқармасы. Жұманова Дина Нұрбайқызы. Өтен мұнай-газ ашық акционерлік қоғамы. Олғыларды зерттеу жөніндегі үздік оператор Башаров Ізбасар. Қазтамой ЕМБ акционерлік ашық қоғамы Дұрыстор мұнай-газ өндіру басқармасы. Технологиялық қондырғылардың үздік операторы Өрдиев Берік Шақсадалға. Атырау мұнай өңдеу зауыты. Ашық акционерлік қоғамы. Газ айдау жөніндегі қондырғының үздік операторы Көшербай Сайлау Асанбайұлы. Ашық акционерлік қоғамы газ өңдеу зауыты. Үздік Ганилов Жұмабай Қиялы. Қазақстан Каспишев ашық қоғамы. Президент өзі теңізге барып үлкен қашаған мұнай алаңын ашты. Сондықтан біз мына Қазақстандағы тағы да үлкен мұнай алаңы қосылды. Сондықтан біз осы мұнай Қазақстанның бағы деп есепте
Ағайындар, мейрамдарың құтты болсын. Аман болды. Отбасыларыңа тек бақ тілеп. Сау бол. Ағам аңсаған, келдім деп міне жар салған, өзенде өтті үлкен той, бүгінгі нұрлы жасырпақ қибрат алып тамсанған, несібем шашу шашылды, ән қылып жаңа ғасырды, жерімде құрған салтанат, мұнайшы аға мерейін өрлетіп көкке асырды. Құрметті көрермендер, өзен мұнайының тасымалданғанына 35 жыл толған мерейлі мерекенің ән шашу бағдарламасын бүгінгі сазды құттықтаулардан кейін көріп тамашалайтын боласыздар.